Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге тері мен денеңізді ағартудың рецептімен бөлісемін. Рецепт ағарту үшін өте тиімді әрі жасалуы оңай. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көктем жаз айларында кейбір қыз-келіншектердің беттерінде қара дақтар пайда болады. Бұл көбінесе бет терісі күн көзіне сезімтал адамдарда жиі кездеседі. Бетке дақтар төмендегідей негізгі себептерден пайда болуы мүмкін. Бетке күн сәулесінің тікелей түсуі, яғни ультракүлгін сәулелерден. Бауыр, бүйрек ауырғанда. Бұл жағдайда бүйрек пен бауырды емдеу керек. Бет күтімі дұрыс болмағанда, жүктілік кезінде. Бетке дақ түсірмеу үшін алдын ала қорғану керек. Ол үшін көктем басталысымен бетіңізді күннен қорғаңыз. Көшеге шығар алдында күннен қорғайтын жақпа май қолдануыңыз керек. Майлы қуырылған тағамдармен тамақтанбауға тырысыңыз. Егер негізгі себеп бүйрек пен бауыр ауруы болса, бетіңізге күтім жасауға тырысыңыз. Аптасына 2 рет ағартатын маска жасаңыз. Үй жағдайында беттегі қара дақтарды кетіру үшін картоп керек болады. Картоп қара дақтарды, мелодерма, пигментацияны кетіріп, теріңізді ағартады. Жарты картопты жақсылап жуып, сыртын тазалап, үккіштен өткіземіз. Ыдысқа салып, үстіне 1 стакан сүт қосамыз. Жақсылап араластырып, қоспаны жай отқа қоямыз. Жақсылап араластырып тұрамыз. Крем қалпына келгенше 5 минут бойы төмен отта араластырамыз. Бізге дап сабыны керек. Дап сабынының құрамында терідегі қара дақтарды, майлы жасушаларды кетіретін альфа-бета гидрозиді бар. Ол тері тесіктерін тазартатын және безеуді кетіретін қасиетке ие. Сабынды үккіштен өткізіп, 3 ас қасық ыстық қоспамызға қосамыз. Сабын толық еріп кеткенше жақсылап араластырып, қоспамызды блендермен еземіз, крем қалпына келгенше. 2 шай қасық жүгері крахмалын қосамыз. 1 ас қасық лимон сөгін қосамыз. Лимон сөгі қара дақтардан тез құтылуға көмектеседі. Оның құрамында терідегі өлі жасушаларды қалпына келтіруге көмектесетін С витаминіне бай. Барлығын жақсылап араластырамыз. Беті жабылатын ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтаймыз. Бұл қоспаны аптасына 2 рет қолданамыз. Бет жүзіңізге 5 минутқа қалдырыңыз. Денеде 15 минутқа қалдыруға болады. Бұл қоспаның пайдасы өте зор, нәтижесі керемет. Жасап көріңіздер достар, сіздерге қандай да бір пайдасын тигізіп жатса, пікіріңізді жазып қалдырыңыз.